Шаңырақ қыдырып кеткен жоқ па? Жақсы. Қыдырмапты. Дұрыс тұр. Қоқпай дейсің бе? Жергік сөтірмай қыдыратын. Ай, Шәукай. Маған сен желіп алып жібер болды. Өзің де шығып уыққа да. Жарайды. Абай бөлек үй тіктіріпті. Жалғыз өзі отырады екен деп. Бұл елдің сөзі енді қалай шалқыр екен. Оны қайтесіз. Бұл елдің сөзі таусылған ба? Мысалы мына орыстарда творчество үйі деген болады. Адам кітап оқып жазу жазғанда ешкім мазасын алмайды. Ағаң кейінгі уақытта түн ұйықтамайтын болып жүр ғой. Ағамның өкінішті көп өмір кеткен өтіп, өткіздік бір нәрсеге болмай жетік деген өлеңін оқығанда ішім мудай ашыды. Ендігі қалған ғұмырын өзі аңсаған ақыл ойдың кәсібіне сарп етсе деп арман еттім.